Сәлем ақылды балақайлар. Бүгінгі шығарылымда күз мезгілі жайында айтатын боламыз. Күз жылдың 4 мезгілінің бірі. Жылы жаз бен қатал қыстың ортасындағы өтпелі кезең. Күнтізбе бойынша 91 күнге созылатын күз айы қоршаған ортаны үлкен өзгеріске әкеледі. Әдетте қыркүйек, қазан, қараша күз айлары болып есептеледі. Жылы жаздан қарағанда күндіз күн сәулесінің жылуы айтарлықтай бәсеңдеп, ауа температурасы бірте-бірте төмендейді. Көлдер мен өзендер тартылып, өсімдіктер қурап, ағаш жапырақтары түсе бастайды. Жерге қоңыр сары түсті жұмсақ кілем жайып қойғандай айнала сары алтын түске боялады. Ал жапырақтар неге сарғаятыны туралы білгің келсе, алдыңғы шығарылымды міндетті түрде қарап шық. Күн қысқарып, түн ұзарады. Қырмандағы егіндер пісіп, бидай, тары, сұлы сияқты дәнді дақылдарды комбайнмен жинап алады. Ал ата-анамыз жаз бойы баптаған бақшадағы көкөністер мен жеміс-жидектерді теріп, оларды қысқа жауып дайындайды. Күз айларында адамдар сияқты жан-жануарлар да қысқа дайындалып, қажетті қорларын жинайды. Құстар болса, топтасып, жылы жаққа қарай ұшып кетеді. Таңғы салқыннан жерге шық түсіп, жер бетіндегі топырақ қата бастайды. Жаңбырлы, салқын күндері жылыну үшін адамдар үйге от жағып жылынады. Күз айында жаңа оқу жылы басталады. 1 қыркүйек білім күні, қолдарына шоқ гүлдерін ұстаған балалар мектепке асығады. Алғаш мектеп партасында отырған бүлдіршіндер біліммен сусындап, жаңа достар тауып, көңілді уақыт өткізеді. Қоңыр күздің кереметі жаңа өмірдің, жаңа оқиғалардың бастауы деп білеміз. Достар, бұл шығарылым сендерге ұнады деген ойдамын. Басқа да қызықты ақпараттарды білгің келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа.